Бәріне сәлем, мен бүгін осындай рулет жасадым шайға. Өте сәтті шығатын рецепт, қыздар, сіздермен бөлісемін. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқа шағып аласыздар. Үстіне 1 шымшым тұз қосасыздар. Және де миксермен жақсылап көпіртіп аласыздар. Арасында осылай үлкен қасықпен құмшекер қосасыздар. Үлкен қасықтан 4 қасық қосасыздар. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал енді 120 грамм ұнымызды осындай сетадан өткізіп, массамызға қосатын боламыз. Үстіне разрыхлитель саламыз, шамамен 1 чайный ложкадай. Қыздар, қараңыздаршы, оннан да осындай қоқым шығады. Сол себептен де сетадан міндетті түрде өткізіп алыңыздар. Осылай барлығын араластырамыз жақсылап. Енді дайындап қойған табамызға массамызды құйып, жан-жағына дейін жақсылап жеткізіп, бір қалыпты етіп жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 160 градус, 150-160 градуста, менің пешімде солай пісті. 10-12 минут қана піседі. Міне осылай піскеннен кейін тексеріп аламыз. Енді осылай қағазынан алып тастаймыз. Суымай жатып, қыздар, ыстық күйінде осылай шашыққа жақсылап ораймыз. Суығанша осылай орап қойып қоямыз. Ал енді кремін жасауға кірісеміз. Менде сливки. Крем, кез келген крем бола береді. Сливкидің үстіне осындай сахарная пудра қостым. Көз мөлшермен бәрі де, қыздар. Осылай барлығын жақсылап көпіртеміз. Енді жаңағы шашықтағы қамырымызды ашып, тестамызды ашып, осылай кремімізді жағамыз, бір тегіс етіп, барлық жеріне жеткізіп. Мен кремді көбірек жасап қойыппын. Осылай жағып, енді қамырымызды қайтадан орайтын боламыз. Міне осылай орап, ортасын осылай кестім. Қазір сіздерге көрсетемін ортасы қандай әдемі болғанын. Мінекей, күшті болды. Мына шетінде кесіп жіберсеңіздер болады, бірақ мен үйге болғандықтан, үйге шайға жасап жатқандықтан ол жағын кескен жоқпын. Егер қонаққа жасасаңыздар, кесіп жібересіздер. Енді бетіне әдемілеп шоколад жағамын деп шештім, және шоколадымды осылай ерітіп алдым. Пакетке салып, осындай оформление жасадым үстіне. Бұл бірінші бөлігі. Міне, қыздар, кескен кезде қандай әдемі, қараңыздаршы. Дәмі де өте керемет, қыздар, жасап көріңіздер, кеңес беремін. Мынау екінші бөлігі. Құрметті оқырман, видео ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.